Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода дүниежүзі тарихы пәнінен 3-ші тоқсанның 1-ші БЖБ-сіне талдау жасап беретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетейік, себебі каналда шығып жатқан видеолардың барлығын тіркелген оқушылар ғана көретін етіп қоятын боламын. Сол себепті тіркеліп кетейік. Бізде 19 ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері және революциялық идеялардың 19 ғасырдағы Еуропаға әсері бөлімдері бойынша БЖБ тапсырмасы алынатын болады, және де оған 20 минут уақыт беріледі. Бұл жерде 3 түрлі тапсырма бар. Бірінші тапсырма: төменде берілген ұғымдарды қолданып, Қытайдағы тауар ақша қатынастарының даму туралы 5 сөйлем жазды. Яғни экспорт, импорт, экспансия, отарлау, фактория ұғымдарына жазуымыз керек. Экспорт: Қытайдан шайдан бөлек жібек, керамика, дәмдеуіштер және басқа да шетелге сұранысқа ие тауарлар экспортталды. Келесі: импорт: батыс елдері Қытай нарығына тоқыма, металл бұйымдары, машиналар мен жабдықтар сияқты өндірістік тауарларды жеткізу үшін өздерінің технологиялық артықшылығын пайдаланды. Келесі: экспансия. 19 ғасырда Қытай белсенді экспансия кезеңіне аяқ басты. Олар түрлі факторлармен байланысты болды және елдің дамуы үшін маңызды болды. Осы кезеңдегі Қытай экспансиясының негізгі аспектілерін қарастырайық. 19 ғасырдың басында Қытай батыс елдерінің, соның ішінде Англия мен Францияның Қытаймен сауда артықшылықтарын алуға тырысқан қысымға ұшырады. Бұл Пекин операциясы, екінші Қытай-британдық текетірес және екінші Қытай-Франция текетірес сияқты бір қатар соғыстар мен қақтығыстарға келді. Осының салдарынан Қытай өз порттарын шетелдік саудагерлерге ашуға және оларға артықшылықтар беруге келіскен тең емес шарттарға отыруға мәжбүр болды. Келесі бізде отарлау ұғымы екен. Бұл кезеңде Қытай Еуропаның көптеген елдері, соның ішінде Англия, Франция, Германияның және Франция, Жапония және ақш тарапынан қысымға ұшырады. Бұл державалар өз тауарлары үшін Қытай нарығын ашып, сауда экономикалық артықшылықтарға ие болуға ұмтылды. Келесі ұғым фактория. Ағылшын саудагерлері Қытай саудасында сұранысқа ие тауарларды іздей бастады. Жазып аламыз оқушылар жауаптарды. Келесі бізде Қытайдағы тауар ақша қатынастарының дамуына қорытынды жазыңыз дейді. Қорытындылай келе 19 ғасырда Қытайда отаршылдық болып, экономикада дағдарыс орын алды. Сауда айналымына заңды шектеулер қойылған болатын. Келесі екінші тапсырма ұғымдар дейді, яғни дін жерде қалай кеткен? Ұғымдардың мәнін тарихи оқиғаларды көрсете отырып жазыңыз дейді. Бірінші ұғым ол либерализм. Бұл жерде либерализм дегеніміз жеке адамның еркіндігі және мемлекеттік араласуының шектелу принципін ұстанатын философиялық және саяси қозғалыс болып табылады. Либерализмді ұстанушылар азаматтық бостандықтарды, адам құқықтарын, еркін нарықты және демократияны қамтамасыз етуге ұмтылады. Яғни бұл кезеңде болған тарихи оқиға Еуропадағы буржуазиялық революциялар, буржуазиялық революциялар 19 ғасырдың ортасында көптеген Еуропа елдерінде абсолютизм мен феодализмнің қарсыластары либералды конституциялық жүйелер мен парламенттік демократияны құру үшін күресті. Мысалы, Италия мен Германия бірігіп, билігі шектеулі конституциялық монархияға айналды. Келесі өнеркәсіптік революцияда, яғни бұл артық болып кетеді екен, жазбақ қойындар көп болып кетеді. Келесі консерватизм. Консерватизм дегеніміз дәстүрді сақтау, тұрақтылық пен біртіндеп өзгеру принципін ұстанатын философиялық саяси қозғалыс. Консерватизмді ұстанушылар қалыптасқан әлеуметтік және саяси тәртіпті, сондай-ақ қоғам үшін маңызды деп санайтын құндылықтар мен институттарды сақтауға тырысты. Консерватизм идеяларының ұзақ тарихы бар және әртүрлі тарихи оқиғалармен байланысты. Француз реставрациясы. Наполеон құлағаннан кейін Еуропада монархия мен буржуазиялық ақсүйектердің тағына қайта оралуын қамтыған реставрация дәуірі басталды. Бұл кезеңде консервативтік күштер революцияға дейінгі тәртіпті қалпына келтіруге және француз революциясының радикалды идеяларына қарсы тұруға ұмтылды.
Келесі социализм. Социализм дегеніміз қоғамда өндіріс құлдарына ұжымдық меншікті орнатуға және ресурстарды тең бөлуге ұмтылатын философиялық және саяси қозғалыс. Социализмнің негізгі идеясы таптық теңдік құру, капиталистік режимнің қанау мен диктатурасын жою. Бұл кезеңде Латын Америкасындағы социализмге бағытталған қозғалыстар соңғы 10 жылдықта Венесуэла, Боливия және Эквадор сияқты көптеген Латын Америкасы елдері солшыл және социалистік үкіметтердің пайда болуын көрді. Бұл қозғалыстар экономикалық салдарды мемлекет меншігіне алу және әлеуметтік реформалар арқылы қанау, сыбайлас жемқорлық пен теңсіздіктен құтылуды көздеді. Келесі марксизм. Марксизм дегеніміз марксизм Карл Маркс пен Фридрих Энгельс капитализмді талдау негізінде социализм теориясын жасады. Олар коммунистік манифестте таптық теңдік орнату үшін пролетариат диктатурасын орнату және жеке меншікті жою қажеттігін жариялады. Келесі ұғым ұлтшылдық. Бұл процесс оқушылар, осымен біздің бүгінгі БЖБ талдауымыз аяқталды. Каналда басқа да пәндерден БЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.